Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен аналитикалық геометрия курсын бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз вектор дегеніміз не, оның қандай түрлері болады, координаталары қалай анықталады және векторларға негізгі амалдар қалай орындалатынын қарастыратын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен қысқаша аналитикалық геометрия ұғымына тоқтала өтейік. Аналитикалық геометрия дегеніміз ол геометриялық фигураларды координаталар жүйесі мен алгебралық теңдеулер арқылы зерттейтін математика бөлімі. Мысалы, біз мектеп бағдарламасында геометриялық фигураларды көбінесе сызба арқылы қарастырдық, ал аналитикалық геометрияда осы фигураларды формула мен теңдеу арқылы сипаттайтын боламыз. Яғни түзу, шеңбер, жазықтық барлығы өз теңдеулері арқылы берілетін болады. Осы тақырыптардың барлығының негізінде бізде вектор ұғымы жатыр. Вектор дегеніміз не? Вектор дегеніміз ұзындығы және бағыты бар бағытталған кесінді. Бұл жердегі маңызды сөзіміз бағытталған. Яғни бізде қарапайым кесіндіде тек ұзындық қана болады, ал вектордың ұзындығымен қатар белгілі бір бағыты болады. Мысалы, А нүктесінен Б нүктесіне бағытталған векторды біз АВ вектор деп белгілейміз. Немесе оны латынның кіші әріпімен де белгілеуімізге болады. Бұл жерде А дегеніміз біздің вектордың басы, ал В вектордың ұшы, яғни соңғы нүктеміз. Егер біз керісінше бағытты өзгертетін болсақ, яғни V-дан А-ға қарай бағытымыз өзгеретін болса, онда біз векторымызды VA векторы деп белгілейтін боламыз. Келесі бізде вектордың түрлері. Бізде тең векторлар деп ұзындықтары бірдей және бағыттары да бірдей болатын векторларды айтамыз. Яғни олардың екеуінің ұзындығы да бірдей, бағыты да бірдей. Яғни мысалы А векторы мен Б векторы деп алатын болсақ, екеуі бір-біріне тең векторлар деп аталады. Келесі бізде қарама-қарсы векторлар деп, олардың ұзындықтары тең болады, бірақ бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болады екен. Яғни мынау А векторы болса, онда біз бағыты қарама-қарсы болғандықтан бұны біз минус А векторы деп белгілейміз. Яғни бұлар қарама-қарсы векторлар. Келесі бізде нөлдік вектор. Нөлдік векторды ол дегеніміз бізде басы мен ұшы бір нүктеде орналасқан. Яғни басы да ұшы да бір нүктеде орналасқан векторды біз нөлдік вектор деп айтады екенбіз. Оның ұзындығы бізде нөлге тең. Және бірлік вектор. Бірлік вектор деп ұзындығы бірге тең болатын векторды айтады екенбіз. Келесі бізде вектордың координаталары. Жазықтықта бізде А және В нүктелері берілсін. Екі нүкте. X, Y арқылы анықталатын екі нүкте. Осы вектордың координаталарын біз мына формула арқылы анықтайды екенбіз. Яғни А және В нүктелері арқылы берілген вектордың координатасын мына формуламен анықтаймыз. Бұл дегеніміз сәйкесінше нүктелердің координаталарды бір-бірден азайтамыз. Яғни X2-ден X1-ді азайтамыз, Y2-ден Y1-ді азайтамыз. Мысалы, мына жерде мысалды қарастырайық. А және В нүктелері берілген вектордың координатасын табу керек. Егер бізге АВ векторының координатасын тап дейтін болса, біз бұл жерде X2-міз 7, X1-міз 2, 7-ден 2-ні азайтамыз. Y2-міз 5, Y1-міз 1. 5-тен 1-ді азайтамыз. Бұл жерде бізде 5-те 4 шығады. Ал егер біз VA векторының координаталарын табатын болсақ, егер бізде солай берілетін болса, біз керісінше азайтамыз. Бұл жерде 2-ден 7-ні азайтамыз, 1-ден 5-ті азайтамыз. Сонда бұл жерде бізде минус 5-те минус 4 нүктелері шығады екен. Тағы да бізде вектордың ең маңызды сипаттамаларының бірі оның ұзындығы. Ұзындығы деп атаймыз, немесе модуль деп. Бұл вектордың ұзындығы дегеніміз вектордың сан мәні. Яғни бізде X, Y түрінде берілген А векторы берілсін. Осының ұзындығын біз мына формула арқылы есептейміз. Яғни модуль ішіндегі А түбір астында X квадрат қосылған Y квадрат. Не үшін модуль ішінде? Өйткені бізде ұзындық қой. Ал ұзындық бізде теріс сан болмайды. Сол үшін ол модульдің ішінде болады. Және мына формула бізде қайдан шықты? Біз білеміз, Пифагор формуласы естеріңізде болар. Біз мына жерге векторымызды сызып алайық. Мысалы, бұл бізде бір С векторымыз болсын,
және біз оны координаталар арқылы сызамыз ғой, иә? Яғни x, y координаталары бар. Мына жерде бір нүкте, мына жерде бір нүкте. Қарап тұрсақ, мына жерде бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болды, иә? Яғни мына жерді А деп, мына жерді Б деп алатын болсақ, А, Б, С бізде тік бұрышты үшбұрыш. Бұл жерде С дегеніміз вектордың ұзындығына сәйкес келіп тұр, ал А және В дегеніміз ол координаталар, иә? Яғни осы жерде бізде білеміз, с квадрат дегеніміз ол а квадрат қосылған б квадратқа тең еді. Ал с-ны өрнектеп алатын болсақ, ол бізде түбір астында а квадрат қосылған б квадрат. Яғни ұзындықтың формуласы осы Пифагор формуласынан шыққан екен. Келесі, егер де бізде осы векторымыз кеңістікте берілсе, яғни мынау жазықтықта берілді, ал кеңістікте берілсе, онда бізде z нүктесі пайда болады, иә? X, Y, Z. Онда ұзындығы да осы формула сияқты, тек бізде бұл жерде z қосылады екен. Яғни түбір астында x квадрат қосылған y квадрат қосылған z квадрат болады. Мына жерде мысалды қарастырайық. Вектордың ұзындығын табыңыз дейді. Яғни модуль жазамыз, иә, модульді ұмытпаймыз. Егер бізде теріс сан шығатын болса, оны плюс жазамыз. Өйткені ұзындық бізде оң сан болады. Не істейміз? Жеке-жеке квадраттап қосамыз, иә, формула бойынша. 3-тің квадраты бізде 9, қосылған 4-тің квадраты 16-ға тең. Түбір астында 25. Демек, бұл бізде 5-ке тең. Яғни векторымыздың ұзындығы 5-ке тең екен. Кеттік. Келесі бізде, келесі ұғым бізде коллинияр векторлар деп бір түзудің бойында немесе параллель түзулердің бойында орналасқан векторларды айтамыз дейді. Яғни бір түзу. Мысалы, мына А түзуі жатырсын, иә? Осы түзудің бойында, мысалы, мына жерде бір вектор, мына жерде бір вектор жатырсын. Мысалы, бізде А векторы, мынау Б векторы болса, осы екі вектор бір-біріне коллинияр болады. Өйткені екеуі де бір түзудің бойында жатыр. Немесе екі параллель түзу сызып алып, мына жерде бір вектор, мына жерде бір векторымыз жатса, мысалы, С және Д векторлары болатын болса, екеуі де бір-біріне коллинияр болады. Яғни, егер екі вектордың бір бағытта, немесе қарама-қарсы бағытта, немесе мысалы қарама-қарсы бағытта орналасқан Т векторы болатын болса, Д векторы мен Т векторы да бір-біріне коллинияр болады. Өйткені екеуі де параллель түзудің бойында жатыр. Жалпы коллиниярлықтың негізгі ережесі бағыттары бірдей немесе қарама-қарсы болады. Және координаталары өз ара пропорционал болу керек. Яғни пропорционал дегеніміз не? Яғни біз білеміз, координаталарын А векторынікі x1, y1, Б векторынікі x2, y2. Пропорционал болу үшін x2-нің x1-ге қатынасы тең болу керек y2-нің y1-ге қатынасына, иә? Бұл бізде пропорционалдықтың шарты. Бірақ кейде бізде координатамыз 0 болып қалуы мүмкін. Ал бізде бөлшектің бөлімінде 0-ге бөлмейміз, иә? Онда біз осы пропорционалдығымызды мына түрде жазып алуымызға болады. Яғни x2 көбейтілген y1 азайтылған x1 көбейтілген y2 тең 0. Яғни біз мына пропорционалдығымызды мына түрде өзімізге жазып алдық, иә? Өйткені бөлшектің бөлімі 0 болып қалса деген жағдайға ыңғайлап. Кеттік. Енді біз үшінші мысалдағы мына екі вектор бір-біріне коллинияр бола ма? Тексеріп көрейік. Яғни мына жаңа өзіміз жазған шарт бойынша тексеріп көрейік. Яғни x2. x2 дегеніміз бізде 1, иә? 1-ді көбейтеміз y1-ге. y1-іміз бізде 6-ға тең. Азайтамыз. x1-іміз бізде 3-ке тең. Оны көбейтеміз y2-ге. Яғни 2-ге тең. Бұл жерде 6-ны 1-ге көбейтсек 6 азайтылған 3 жерде 6 тең 0. Яғни шартымыз орындалды, иә? Демек, бізде А және Б векторлары коллинияр деген сөз екен. Келесі бізде мысал берілген. Яғни А және Б векторлары беріліпті. Осы екі вектор x-тің қандай мәнінде коллинияр болады? Яғни x-тің орнына қандай санды қойғанда екеуі бір-біріне коллинияр болады? Ол үшін не істейміз? Жаңа коллиниярлықтың шартын жазып алайық. Яғни x1 көбейтілген y2, x2 көбейтілген y1 тең болу керек 0-ге, иә? Осы критерийді қанағаттандыру керек. Кеттік. Осы мәндердің орнына берілген координаталарымызды қойып шығатын болсақ, бізде 2x минус 1 көбейтілген x плюс 2 азайтылған 3 көбейтілген 4. Бұл тең болу керек 0-ге. Яғни мына жердегі координаталардың орнына қойып шықтық мына жерден алып. Енді ары қарай ықшамдайтын болсақ, бізде x квадрат қосылған 4x
минус x минус 2 минус 12. Бұл тең болу керек 0-ге. Яғни бізде бұл жерде квадрат теңдеу шығады екен, иә. Қосылған 3x минус 14 тең 0. Бұл жерде дискриминантты есептейтін болсақ, бізде 3-тің квадраты 9 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 14. Бізде 28. Бұл жерде бізде 121 шығады. 121 бізде 11-дің квадраты, x1 мен x2-міз табу үшін минус 3 плюс минус түбір астында 121-міз 11. 4-ке. Бұл жерде 4-ке бөлетін боламыз. Сонда бізде бірінші x-міз 2-ге тең, екіншіміз 7 бөлінген 2-ге тең. Яғни міне x-тің мәндері табылды. Демек, x-тің орнына біз, мына жердегі x-тің орнына 2-ні, немесе 7 бөлінген 2, яғни 2-ден 7-ні қоятын болсақ, онда екі векторымыз бір-біріне коллинияр болады екен. Келесі бізде векторларға амалдар. Біз екі векторды қосу үшін, яғни бізде А векторы және Б векторы берілсін, екеуін бір-біріне қосу керек болса, біз не істейміз? Жай ғана олардың сәйкес координаталарын бір-біріне қосамыз. Яғни x1 x2-ге қосылады, y1 y2-ге қосылады. Келесі амал бізде азайту, иә. Азайтуда да дәл солай, қосудағыдай, тек сәйкес координаталарды бір-бірден азайтады екенбіз. x1-ден x2-ні, y1-ден y2-ні азайтамыз. Мысалы, бізде А және Б векторлар берілген, екеуін бір-біріне қосып азайту керек. Яғни А векторына Б векторын қосатын болсақ, айттық, сәйкесінше координаталарды қосайық. 2-ге 4-ті қосамыз, ол бізде 6. 5-ке қосамыз минус 3-ті. Яғни ол бізде 5 қосылған минус 3 болған кезде бізде азайтылып кетеді, 2. Бізде бұл жерде маңызды нәрсе таңбалардан шатаспауымыз қажет. Келесі азайтатын болсақ, А азайтылған Б болса, сәйкес координаталы азайтатын болсақ, 2-ден 4-ті азайтсақ бізде бұл жерде минус 2, 5-тен азайтамыз минус 3-ті. Бұл жерде минус пен минус плюс 1, 2 біріне қосылып кетеді, яғни азайтсақ минус 2-де 8 шығады екен. Түсінікті болса, бізде келесі амалымыз векторды санға көбейту. Егер бізде қандайда бір А векторы берілсе, оны қандайда кез келген нақты К деген санға көбейту керек болатын болса, онда біз әрбір координатаны, яғни x-ті, y-ті сол санға жеке-жеке көбейтеміз. Яғни К-ға көбейту керек болса, біз x-ті К-ға көбейтеміз, y-ті К-ға көбейтеміз. Егер бұл жерде бізде К-мыз бірден үлкен сан болса, бізде векторымыздың ұзындығы артады екен. Ал 0 мен 1-дің аралығында болса, ұзындығымыз кемейді. Ал егер 0-ден кіші болатын болса К-мыз, онда бізде ұзындығы да кем өзгергенмен қатар, оның бағыты да қарама-қарсы таңбаға ауысады екен. Біз бұны есте сақтап аламыз. Мысал қарастырсақ, А вектор берілген, яғни осы векторымызды 3-ке көбейт. Не істейміз біз? Яғни жаңа айтқанымызда жеке-жеке көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтеміз, 3-ті минус 3-ке көбейтеді екенбіз. Бұл жерде бізде 3 жерде 2 6, 3-ті минус 3-ке көбейтсек, бізде минус 9, яғни көбейттік. Тағы бір мысалы, бізде мына түрде қарайық, С векторы дегеніміз 2а минус 3в түріндегі өрнек. Бұл өрнекті біз векторлардың сызықтық комбинациясы деп айтады екенбіз. Яғни бірнеше векторлардың комбинациясынан қарастырылған, мына жерде көбейту амалдары тұр, ортасында азайту тұр. Яғни бірнеше вектор белгілі бір сандарға көбейтіп, оларды қосумен азайту арқылы жаңа вектор аламыз дейді. Бұл бізде сызықтық комбинация деп аталады екен. Тағы бір мысал қарастырайық. Мысалы, бізде А және В нүктелері берілген екен, және С векторының координаталары берілген екен. Бізге табу керек 2АВ азайтылған 3С дейді. Яғни бұл жерде бізде бірнеше амал орындаймыз. Алдымен бізге АВ векторының координаталарын табу болу керек. Координаталарды қайда табамыз? Айттық, екінші нүктеден бастапқы нүктенің координаталарын азайтамыз деді. 5-тен 1-ді азайтсақ бізде 4. Бұл жерде 1-ден минус 2-ні азайтамыз. 1 минус 2 бізде 3-ті береді. Яғни АВ векторының координаталары 4 пен 3 екен. Енді бізге осы 2АВ-ны табу керек. Яғни бұл векторларымызды 2-ге көбейтеді екенбіз. Яғни 4-ті 2-ге көбейтсек 8, мына 3-ті 2-ге көбейтеміз, бізде 6 болады. Яғни 2АВ-ны тауып алдық мына жердегі. Енді бізде 3С векторын табу керек. Яғни біз не істейміз? 3-ті көбейтеміз С векторының координаталарына.
жеке көбейтеміз дедік, иә. Бұл жерде бізде 3/26 минус 3, яғни 6 да минус 3 шықты. Енді не істейміз? Ең соңғы амал бізде азайту. Яғни мына векторымыздан мына вектордың координаталарын азайтады екенбіз. Сонда бізде 8-ден 6-ны азайтамыз, 6-дан азайтамыз минус 3-ті. Сонда бізде 2, мына жерде 9. Яғни жауабымыз 2-де 9 екен. Бұл жерде ең маңызды нәрсе шатасып кетпеу, яғни таңбаларынан және амалдардың реттілігінен шатаспасақ болғаны. Бізде осымен аналитикалық геометриядағы ең алғашқы және ең маңызды тақырыптардың бірін қарастырдық. Және осы сабақтағы формулаларды міндетті түрде қайталап, және осы тақтадағы өзіндік жұмыс есептерін өз беттеріңізше шығарып көруге кеңес беремін. Векторлар тақырыбы бізде ары қарай жалғасады. Келесі сабақта көріскенше.